Абай Құнанбайұлы 26 қара сөз. Біздің қазақтың қосқан аты алдында келсе, күреске түсірген балуаны жықса, салған құсы алса, қосқан иті өзгеден озып барып ұстаса, иесі шығып бір қуанады. Білмеймін, содан артық қуанышы бар мекен? Әй, жоқта шығар. Осы қуаныш бәрі де қазақ қарындастың ортасында. Бір хайуанның өнерінің артылғанына, я бір бөтен адамның жыққанына мақтанарлық не орны бар? Ол озған, алған, жыққан өзі емес, яки баласы емес. Мұның бәрі қазақтың қазақтан басқа жауы жоқ. Биттей нәрсені бір үлкен іс қылған кісідей қуанған болып, ана өзгелерді ызаландырсам екен демек. Біреуді ызаландырмақ шариғатта харам. Шаруаға залал, ақылға теріс. Әншейін біреуді ыза қылмақтың несін дәулет біліп қуанады екен? Жә болмаса, ана ыза болушы соншалық неге жер болып қалады екен? Жүйрік ат кейде ол елде, кейде бұл елде болатұғын нәрсе. Қыран құс та, жүйрік ит те кейде оның қолында, кейде мұның қолына түсетұғын нәрсе. Күшті жігіт те үнемі бір елден шыға ма? Кейде ана елден, кейде мына елден шығады. Мұның бәрін адам өз өнері менен жасаған жоқ. Бір озған, бір жыққан үнемі озып, үнемі жығып жүрмейді. Соның бәрін де біле тұра, жерге кіргендей болып, я бір арамдығы, жамандығы шыққандай несіне ұялып қорланады екен? Енді осылардан білсеңіз болады. Надан ел қуанбас нәрсеге қуанады. Һәм қуанғанда не айтып, не қойғанын, не қылғанын өзі білмей, есі шығып, бір түрлі мастыққа кез болып кетеді. Һәм ұялғандары ұялмас нәрседен ұялады, ұяларлық нәрседен ұялмайды. Мұның бәрі надандық, ақмақтықтың әсері. Бұларын айтсаң кейде біреуі рас деп ұйыған болады. Оған нанба. Ертең ол да әлгілердің бірі болып кетеді. Көңілі, көзі жетіп тұрса да хайуан секілді әуелгі әдетінен бойын тоқтата алмайды. Бір тиянақсыздыққа түсіп кетеді, ешкім тоқтатып ұқтырып болмайды. Не жаманшылық болса да, бір әдет етсе, қазақ ол әдетінен еріксіз, қорыққанда, я өлгенде тоқтайды. Болмаса ақылына жеңгізіп, мұным теріс екен деп біліп, ойланып, өздігінен тоқтаған адамды көрмессің. Абай Кунанбаев. Слова назидания. Слово 26. Казах бывает рад до безумия, когда его скакун на состязаниях приходит первым. Борец, выставленный им, побеждает в поединке. Борзая или ловчий сокол отличается на охоте. Не знаю, бывает ли в его жизни большая радость. Пожалуй, нет. Но что за удовольствие находит он в том, что одно животное превосходит другое в ловкости и быстроте, или в том, как один человек повергает на земь другого? Ведь не он опередил, и даже не сын его поборол кого-то, а оттого все, что у казаха нет большего врага, чем другой казах. Бурно восторгаясь по ничтожнейшему поводу, один старается своей радостью досадить другому, породить в нем зависть. Известно, вызывать в людях зависть намеренно значит нарушить шариат, повредить своим делам, противиться здравому рассудку. Что за утешение приносит им чужая злоба? Почему это доставляет им удовольствие? И почему те, другие огорчаются их успехом, чувствуют себя чуть ли не униженными? Кровных скакунов заводят то в одном, то в другом ауле. Ловчая птица, хорошая собака оказываются в руках то одного, то другого. И силачи не все родом из одного аула. Все эти достижения не являются плодом творения человеческих рук. Однажды опередившие, однажды осилившие, не остаются быстрейшими или сильнейшими навсегда. Так почему люди, зная об этом, досадуют так, как если бы обнаружились их собственные черные замыслы или постыдные дела?
огорчаются, словно их с землей сравняли. Нетрудно догадаться, народ невежда радуется всякому пустяку, не стоящему внимания. Радуясь, он теряет рассудок, хмелеет, не помнит, что говорит и творит, стыдится не того, чего надобно стыдиться, и, совершив дело неприглядное, не покраснеет. Вот они, признаки невежества и безрассудства. Скажи ему об этом, будет слушать и поддакивать. Да, да, все верно. Но не вздумай поверить его словам. Он один из тех многих. Видя глазами, понимая умом, он словно безвольное животное, не в силах отказаться от порочного, и никому не под силу обуздать, переубедить, образумить его. Взяв за правило дурные поступки, уже никогда не отречется он от них, только великий страх или смерть способны разлучить его с вредной привычкой. Не встретить человека, который, признав свою неправоту, пытался бы обуздать себя.